ән жанның жаңғырығы болса, кино көркем идеология. Қазақ киносына өзіндік үлесін қосып, өзіндік қолтаңбасын қалдыра білген ағаларымыздың бірі Қанымбек Қасымбеков. Ағамыздың көп еңбектерінің бірі көрерменге кеңінен танымал болған фильм «Алғашқы махаббат» фильмі. Осы жерден енді сол фильмге жайлап көшейік. Бала кезден Бозторғай деп шырылдап өссе келе Қарашал мен Қара кемпірдің зарын айтып болған Мейрамбек Беспаев 89 жылы 13 жасында зарды қойып махаббат мұңына көшкен ғой сол кезде. Қанымбек ағамыздың «Алғашқы махаббат» фильмінде қоштасқым келмейді деп көкірегі қарс айрылған 13 жасар бала мен қыздың сезімі қандай? Қоштасқысы келмей жүріп, ақыры үйленіп алған еркек пен келіншектің сезімі қандай екенін салыстыра көрейік. Олай болса, «Алғашқы махаббат» әніменен Самат пен Назгүл деген жұп шақырайық. Самат 13-те, Назгүл 38-де десең, ойнай айтам. Самат пен Назгүл, құрмет қошеметпен. Өртенген сезімді қалайша өшірем, балауса кезімді қалайша кешірем, қалайша кешірем, кешірем. Алғашқы махаббат жүректі тербейді, мәңгілік бақ қосып қоштасқым келмейді, қоштасқым келмейді. Алғашқы махаббат жүректі тербейді, мәңгілік бақ қосып қоштасқым келмейді.